Орташадан төмен деп есептеймін. Орташа. Сіз зейнеткерсіз, Иә. Халықтың жағдайы қалай деп ойлайсыз? Орташа Жете ма? Жеткенде біреулерге жетеді, біреулерге жетпейді. Мысалы, біздің халық түк ала алмайды. Ана коронавирустан кейін вообще ақшалар жоқ. Халықтың жағдайы өте нашар деп ойлаймын. Себебі тапқан табысымыз тамақтан артылмайды. Тамағының өзіне одан қалса бала шағаның киімінен артылмайды. Дәрісіне, тамағына, немесе тұрысына, бала шағасына, киіміне жетпей қалуы мүмкін. Өйткені зарплата айлық аз болып отқаннан кейін. Әркімді қалай ғой, кім қалай нетесін. Мысалы, мен өзім пенсиямның жартысын дәрі-дәрмекке бір көзім көрмейді ғой, сондықтан дәрі-дәрмекке жұмсаймын. Айлығыңыздың қанша пайызын тамаққа, қанша пайызын демалысқа жұмсайсыз? 80% тамаққа кетеді. 80%. Яғни сіздің айлығыңыз шетелге шығып демалуға жетпейді ма? Негізі жетеді. Тамаққа болған, демалысқа болғанда ешқайда демалмаймын. Осы Қазақстан ішінде демалыс деген оны білмеймін даже. Негізі демаласыз ба? Иә. Шетелге шығуға сіздің айлығыңыз жете ма? Нет. Демалысыңызға, дәріңізге, киіміңізге бәрі жете ма? Бәріне рахмет жетсін. Мен тек пәтер ақысы мен жаңағы қызымның оқуы бар, және ас ауқатын салатын продуктымыз бар. Жалпы қазақстандықтардың шетелге демалатындай жағдайы бар ма? Қарапайым халықтың. Қарапайым халықта ондай жағдай жоқ. Табысыңыз, тапқан табысыңыз шетелге шығып демалуға жете ма? Қаяқтан тамақ жетпейді. Кем дегенде бір кісі 500 бет соғады ғой. Айлық 500 мың теңге болу керек, Минимум. Ой, қазіргі заманда кем дегенде хотя бы 400 мың болу керек. Ең төменгі зарплатамыз ол 100 мыңнан көбірек болу керек. Өйткені тұрысы бар, тамағы бар, және өзіне құтатын ақшасы бөлек болу керек. Ортаңғы жағдайда ол бізде бір 150-200 мың шамасында, ал ең көп ол 300-400 немесе одан да көбірек. 500 мыңнан жоғары болу керек қой, адам басына. Бізде ондай айлық бар ма? Жоқ. Тапқаны тамағынан артылмайды. Бір айлықтан екінші айлыққа дейін әупірімдеп әрең күн көру. Несие мен несиенің арасында өмір сүру. Бүгін сауалымызға жауап берген елдің ортақ мәселесі осы. Қазақстандықтардың өмір сүру сапасын қалай арттырмақ керек? Тамағы тоқ, киімі көк, айлығы дәрісіне, демалысына жететіндей күй көре елге. Сондықтан жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының сайлау алды бағдарламасы лайықты өмір үшін деген ұранға негізделген. Бірақ біз жалған уәде бермейміз, уақыты келгенде іспен көрсетеміз.